Ассалаумағалейкум бауырлар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі жаттығуым қарапайым жаттығу болады. Өйткені қазір Астанада күн желді болып тұр. Кәдімгі этажде тұрғандықтан қазір мен жаттығуымды лестницамен көрсетемін. Көбісі ойлайды, лестница жоғарыға шыққанның пайдасы көп деп. Жоғарғы этаждан тұрып, төменге түскен өте пайдалы. Көбісі өзінің қасындағы көмекшісі болмай қалады, машинасы болмай қалады. Сол кезде үйде жатпай, осы лестницамен жаттығу істеп қимылдатқан дұрыс. Бүгін дала жел болғандықтан мен жаттығуды осы жерде жасадым. Қазіргі даланың салқындығынан байланысты далада көптеген грипп өтіп жатыр. Сол үшін денсаулықтарыңызды сақтаңыздар. Мынау жылы суға жарты қасық осыны аласыздар, осы саласыздар да. Содан кейін сода бар, мына содан да ас содасын алып, оны да жартысын алып қоясыздар. Содан кейін барып, осына кішкене айдырасыздар. Содан кейін суға алып, сосын мұрныңызға шайсаңыз болады. Мына жақта да, мына жақта да. Сонда мұрныңыз ашық болады, жақсы болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.